Сәлеметсіздер ме оқушылар? Математика сабағымыз 49-шы сабақ бүгін. Көп таңбалы сандарды екі таңбалы сандарға жазбаша бөлу деп аталады. Яғни бүгінгі сабақта көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлуді орындаймыз. Кәнекей ендеше оқулықтың 36-шы бетіндегі бірінші тапсырмаға назар аударайық. Абай Құнанбаев ұлы ағартушы, философ, ақын, оның шығармашылығын мәдениеттің үш ұлы көзі нәрлендірген. Оның бірі қазақтың ұлттық мәдениеті, екіншісі шығыс мәдениеті. Енді бұл жердегі берілген есептерді орындап, жауаптарын өсу ретімен орналастырған кезде, сонда Абайдың тағы қандай мәдениеттің үшінші көзі шабыттандырғанын білесіңдер дейді. Кәнекей бірге есептейік. 99-ды 11-ге бөлеміз. 9. 96-ны 24-ге бөлеміз. 4. 63-ті 21-ге бөлгенде 3 шығады. 96-ны 16-ға бөлгенде 6 шығады. Енді өсу ретімен орналастырсақ, бірінші 3, 4, 6, 9. Яғни орыс халқының мәдениеті шабыттандырған екен Абайды. Енді балалар, номері 2-ші тапсырмада бөлу амалының қалай орындалатындығы көрсетілген. Біз бөлуді орындау үшін соңғы бірліктеріне қарамай бөлуді орындап алып, одан соң ары қарай бөлуді жалғастырамыз. Мысалы, 1134-ті 21-ге бөлу үшін біз 4 пен 1-ге қарамаймыз. 4 пен 1-ге назар аудармай бөлуді орындаймыз. 113-тің ішінде 2, мысалы 5 рет бар, солай ма? 11-дің ішінде 2 5 рет бар. Енді одан соң 5-ті көбейтіп шығамыз 21-ге. Сонда 105 шықты. Аз айтқан кезде 8, 8-дің қасына 4-ті түсіреміз. Және 84-тің ішінде 21, 54 рет бар. Түсінікті ме? Номері 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Мен сіздерге орындап көрсетейін үшеуін. 798-ді 57-ге бөлу керек. 79-ның үстін төртеміз, көрдік па балалар? Енді 79-ның ішінде 57 бір рет бар. 1-ді 57-ге көбейтіп алдық. 57 шықты, көрдік па? Одан соң аз айтқанда 22, оның қасына 8 түсіреміз, 228 шықты. 228-дің ішінде 57 қанша рет бар екен білу үшін, мына 8-ге қарамаймыз, мына 7-ге қарамаймыз. 22-ның ішінде 4 рет бар. Ары қарай көбейтуді жалғастырғанда 228 шықты. Енді бұл бөлуді біз тексеру үшін көбейтеміз. Төменге назар аударсақ, бұл жерде 57-ні 14-ге көбейттік. Номері 4-ші тапсырмада дәл осылайша бөлуді есептеп, тексеруді орындауымыз керек. Яғни, бұл жерде де сіздерге бірінші, екінші бағанды шығарып көрсеттім. Үлгіге қарай отырып, өз бетіңізбен шығара қойыңыздар. Номері 5-ші тапсырмада тиісті тәсілмен қалай есептеуге болатынын түсіндір дейді. Өрнектердің мәнін тап дейді. Алдымен бірінші бағанды жазып қойдым, енді түсіндірейін сіздерге. Қараңыздар, 125 көбейту 4 қосылған 125 көбейту 6. Бұл жерде 125 ортақ көбейткіш болады. Оны жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішінде мына 125-тер кетіп қалды. Не қалды? 4 қалды, қосу қалды, және 6 қалды. Соны жақшаның ішіне жазамыз. Түсінікті ме? Сонда 125 көбейту 4 пен 6-ның қосындысы. Яғни, мына екі жерде де бар 125-ті жақшаның сыртына жазып алдық. Бір рет жазамыз. Енді 4-ке 6 қосқанда 10 шықты. 125-ті 10-ға көбейткен кезде 125 жазып алып, оң жағына 1 нөлді тіркейміз. Екіншісіне назар аударайық.
Бұл жерде 241 көбейту 5 қосу 241 көбейту 5. Бұл жерде бірдей сандардың көбейткіші берілген. Екі жерде де 241 деген сан бар. 241-ді бір рет жазамыз. Бұл ортақ көбейткіш. Енді жақшаның ішінде 241-лерді алып тастағанда не қалды? Кәнеке бірге анықтайық. 5 қалды, қосу амалы қалды және 5 қалды. Міне оны жақшаның ішіне жазамыз. Содан соң 5-ке 5 қосқанда 10 шықты. 241-ге 10-ды көбейту үшін бір нөлді тіркеп жазамыз. Дәл солайша сіздерге ортақ көбейткішті жақшаның сыртына шығарып көрсеттім. Көбейтуді орындаңыздар. Енді екінші бөлігіне қарайық, екінші бағанына. 355 қосу 98 бен 4-тің көбейтіндісі және 25 қосу 145. Бұл жерде көбейтудің терімділік қасиеті бойынша 4 пен 25-ті көбейткенде 100 шығады. Неге көрдік па? Енді 355 мына 100-ді 98-ге көбейтіп алдық. 9800 болды. 355 қосу 9800 қосу 145 болды. Сонда 10-ның 300 шығады. Түсінікті ме? Екіншісіне қарайық. Бұл жерде 25 пен 4-ті көбейтіп аламыз. Ол 100 болады. Солай ма балалар? Және 2199-ға 101-ді қосып аламыз. Өйткені оларды қосқан ыңғайлы бізге. Мінекей. 2199-ға 101-ді қосқанда 2300 шығады. Енді бұл жерде мінекей көрсеттім, 25 4-ке көбейттік, одан соң 9-ға. Сонда мынандай көбейтінді шығады. 3200-ге тең болады. Түсінікті ме? Ал үшіншісін 810 бөлу 30 көбейту 3 көбейту 30. Дәл қалай тұр, солай орындаймыз. Алдымен жақшаны, одан соң бөлуді, одан соң қосамыз. Түсінікті ме? Номері 6-шы тапсырма. А бөлігі. Автобус таңертең сағат 10-да шығып, 300 км жолды 6 сағатта жүріп өтті. Егер машиненің жылдамдығы автобустың жылдамдығына қарағанда 10 км сағат артық болса, ол осы уақытта қандай қашықтықты жүріп өтеді? Есептерді шығаруымыз керек, және артық мәлімет болса алып тастауымыз керек. Енді бізге айттық, сағат 10-да шығып, 300 км жолды 6 сағатта жүріп өтті дейді. Яғни S1 бұл жерде 300 км. 6 сағат дегеніміз T1. Енді осы жерден біз V1-ді тауып аламыз, жылдамдықты тауып аламыз. Автобустың жүрген жылдамдығын, жүріп отырған жылдамдығын. Енді екінші, егер машина одан 10 км сағат артық болса деді. Яғни V2 одан 10 км сағат артық. Ол осы уақыт ішінде, яғни 6 сағатта қанша жол жүреді дейді. Бұл жерде бізде артық мәлімет, автобус таңертең сағат 10-да шықты деген. Бұл артық мәлімет. Ол таңертең 9-да шықса да, 10-да шықса да, 11-де шықса да ештеңе өзгермейді. Түсінікті ме? Енді осы жерден біз автобустың жүріп отырған жылдамдығын тауып аламыз, 50 км сағат. Одан соң жеңіл машинанікі одан артық 10-ға болса, оған 10-ды қосамыз, 60 болады. Және қанша жол жүргенін білу үшін осы 60 км сағатты көбейтеміз 6 сағатқа. 360 км жол жүрген екен жеңіл машине. Түсінікті ме? Номері 6-ның әсі. Сал өзен ағысымен 3 км сағат жылдамдықпен жүзеді. Салда 3 адам отыр. Сал өзен бойымен 3000 метр жүзді. Ол оған қанша уақыт жұмсады? Түсінікті ме? Ол үшін оған қанша уақыт қажет болды? Енді қараңыздар. Сал өзен ағысымен 3 км сағат жол жүріпті. Енді шамаларға назар аударамыз. Бұл жерде километр. Көрдік пе? Енді салда 3 адам отыр. Бұл артық мәлімет. 3 адам отырса да, 5 адам отырса да ештеңе өзгермейді. Сал өзен бойымен 3000 метр жүзді. 3000 метр дегенді біз километрге айналдырамыз. Өйткені метр мен километр бірдей болу керек. Мынандай шамалары километр болса, километр бар есеп болу керек. Метр болса, метр бар есеп болу керек. Түсінікті ме? Енді бұл жерде біз
уақытты табуымыз керек. Яғни S тең S бөлу V. T тең S бөлу V. 3 сағатты, 3 километр сағатты бөлеміз. Яғни 3 километрді бөлеміз 3 километр сағатқа. Сонда 1 сағат шығады. Түсінікті ме? Қараңыздар балалар, бұл жерде 3 метрді 3 километрге айналдырдық, өйткені шамаларды біз теңестіруіміз керек. Номер 7. Ұзындығы 5 метр, ені 4 метр болатын еденге төсеу үшін қанша квадрат метр линолеум қажет? Ені 2 метр линолеум орамынан ұзындығы қандай бөлік кесіп алу керек дейді. Шамамен масштабын кішірейтіп саламыз. А және В ұзындығы А 5 метр, В 4 метр. S-ті табуымыз керек. S-ті табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. Яғни 20 метр квадрат линолеум қажет екен. Түсінікті ме? Және осы жерде осы 20 метр квадратты алу үшін ұзындығы 2 метр орамнан біз ені 2 метр орамнан ұзындығы қанша метр кесіп алуымыз керек дейді. Ол үшін 20-ны 2-ге бөлеміз. Сонда мінекей ұзындығы шығады. Түсінікті ме? Номер 9-да бұл өрнектердің мәнін табуымыз керек. Әріпті өрнектің мәнін табу үшін әріптің орнына берілген сандарды қоямыз. Мысалы, 31 көбейту 45889, азайту 26772 бөлу В. В-ның орнына 46 берілген және 23 берілген. Бұл жерде алдымен біз көбейтуді бірден орындап алғанымыз жақсы. Көбейткен кезде 142259 шықты. Екі жерге де солай жазамыз. Түсінікті ме? Одан соң ары қарай В-ның орнына мына берілген сандарды қойып шықтық. Мына берілген сандарды В-ның орнына қойып шықтық. 46-ны 23-ті. Екінші жағдайда ары қарай қосуды азайтуды орындаймыз. Екінші жағдайда мына берілген өрнекті әріпті өрнек шығарып аламыз. 6205-ті 17-ге бөліп аламыз. 365 шығады. Ары қарай мына К-ның орнына мына мәндерді қоямыз. Сонда мынандай өрнек шығады. Үй жұмысының да үлгісін екі мысалды көрсеттім. Ары қарай өз бетімізбен шығарамыз. Есептеп тексеруді орындауымыз керек. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.